бәрі саяси жүйенің құрылу принциптеріне байланысты. Біз Қазақстанда қандай саяси жүйе құрылды осы уақытқа дейін және қалай қазір құрылып жатыр. Осы сұраққа жауап берсек, саяси көшбасшылардың аз екенін, неге аз екенін білеміз. Біз кеңестік уақытта бізде саяси жүйе жабық болды, яғни саяси элита қалыптасу процесі жабық түрде болды. Яғни ол саяси элитаға кіру өте қиын болды. Көбіне тамыр-таныстық болуы мүмкін, немесе ол кезде болды меніңше кландық жүйе, яғни осындай бір принциптермен қалыптасты. Одан кейін бұл жүйе Қазақстан тәуелсіздік алған кезде де жалғасын тапты. Яғни жабық жүйеге айналды, түрлі кландар басқарды, саяси элита осы кландық принциппен қалыптасты. Бұл саяси элитаның жаңармауына алып келді. Яғни бір жерде тұрып қалады, яғни оны қалай түсіндіреміз? Мысалға суды алатын болсақ, ағын суды алатын болсақ, егер су ағынды су болатын болса, ол таза су болады. Ал егер ағынсыз тұрып қалатын болса, ол иісі шығып кетеді. Қарапайым айтқанда иісі шығып кетеді. Тура сондай, бұл саяси жүйеде сондай. Үнемі жаңарып отыру керек. Бір адам билікте 30 жыл отырмау керек. Ары кетсе 2 мерзім. Енді Франклин Рузвельт бекерге ондай өзінен кейін осындай бір бастама көтермеді ғой. Яғни президенттер 2 рет отыру керек. 2 мерзім отыру керек. Ары кетсе 30 жыл отырса, ол тек өзінің ғана жолын емес, өзгенің де жолын жабады. Басты себебі осында.